Кешкі асқа котлеттерді қуырмай, енді осындай әдіспен жасап көріңіздер, өте тойымды әрі дәмді болып шығады. Алдымен ыдысқа фарш, панировочный сухари, туралған пияз, жұмыртқа, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіш, қара бұрыш, тұз, ұн, лотос тұзын қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Формамызды жақсылап майлап алып, қолымызды кішкене майлаймыз да, осындай формаларды жасап шығарамыз. Барлығын жасап болғаннан кейін үстінен кішкене басып шығамыз. Котлеттерді 190 градуста қызып тұрған пешке 20 минутқа жібереміз. Піскен картоптардың үстіне тұз, сүт қосып жақсылап езіп аламыз. Сұйықтықты дайындаймыз. Судың үстіне 2 ас қасық томат салып, тұз салып жақсылап араластырамыз. Котлеттер жартылай пісіп шықты. Енді жаңағы дайындаған пюрені котлеттің пішінімен бірдей етіп, үстіне орналастырып шығамыз. Үстінен кішкене басамыз. Жаңағы дайындап алған сұйықтықты құйып шығамыз орталарына. Пюренің үстіне кез келген еритін сырларымызды орналастырып шығамыз. Енді осы котлеттерімізді тағы да 25 минутқа пешке салып аламыз. Енді осы котлеттердің жанына өзіңізге ұнайтын кез келген гарнир жасасаңыз болады. Дәмі өте керемет әрі тойымды болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ортасы толығымен пісіп шығады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, маған тіркеліп етіңіз ас болсын.